Американың топ университетінен отказ алғаным мені және менің өмірімді қалай өзгертті екінші бөлім. Өміріңізде қатты қалаған, оған қол жеткізуге талпынсаңыз да, соңында қол жеткізе алмаған жағдайлар болса, қуаныңыз. Себебі сіз қолыңыздан келгенін істесеңіз де, болмаса, оның міндетті түрде сіз үшін үлкен қайыры бар. Оны кейіннен түсінесіз. Менде де сондай жағдай болды. Өзім түскен Радгерстегі оқуым басталды. Мүлде самостоятельно емес әсем, ешбір досы, танысы жоқ, тіпті бірде-бір қазақ жоқ, нағыз америкалық ортаға түсті. Өзімді судың ортасына лақтырып жібергендей сезіндім. Сан-Диегода оқығанда үнемі жанымда жақын құрбыларым, достарым болды. Сондықтан бұлай қиналмадым. Қазір барлығын өзім істеп, өзім шешу керек болды. Бірінші Алла, екінші тек өзімнің күшіме ғана сенетін уақыт жетті. Ата-анасынан жыраққа көп шығып көрмеген мен үшін үлкен Нью-Йорк, Нью-Брансуик сияқты үлкен қалаларда жалғыз тұру басында нағыз челлендж болды. Мен Радгерсте оқу арқылы қатты шыңдалдым. Сан-Диегода Джоанни апам, құрбыларым мен жақын таныстарымның жанында тұрғанда байқалмаған тұлғалық өсу болды. Сол кезде USC-ге түспегенімнің маған қайырлы болғанын түсіндім. Себебі қайта таныс ортаға түсіп, достар мен таныстармен бір үйде тұрып, бірге саяхаттап, бірге оқушы едім. Дәл сол Сан-Диегодағыдай. Ал өзіме таңсық жаңа ортаға түскенде барлық мәселені шешуді де, өзімен қызық уақыт өткізуді де, тіпті мен үшін таңғаларлық жағдай болған жалғыз саяхаттай бастадым. Киім сатып алуға жалғыз бара алмайтын әсем шетелде жалғыз саяхаттай бастады. Бұл өзіме деген сенімді арттырды. Сыртқы жағдайларға емес, ішкі тірек пайда болды. 2 жыл оқуымды аяқтағанда өзіне сенімді, ішкі тірегі мықты, өзімен уақыт өткізуден еш жалықпайтын ересек тұлға болып шыңдалып шықтым. Егер сіз қатты қалап бір іс болмаса, қамықпаңыз. Осы видео сізге жайдан жай түспегеніне сенімдімін. Сізді де сіз ойлағаннан да керемет өзгеріс пен мүмкіндіктер күтіп тұр.